сол барамыз ғой. Ал жасты тастасам. Сіз кімсіз? Мен адамдар жүрген дүние. Мен табиғат ана. Көмектесші. Табиғат ана, мен көмектесе алмаймын. Қолымнан түк те келмейді. Ешкім тыңдамайды. Көмектесші маған, бірдеңе істеші. Шын айтам, көмектесе алмаймын. Табиғат ана, кешіріңізші. Табиғат ана, кешіріңіз, мен көмектесе алмаймын. Көмектесе алмаймын. Сендерге бүгін айтатын жаңалығым, біздің сыныпқа жаңа оқушы келді. Өз қалаған орнына отыра бер. Неге бұлай болсын? Сол ғой, бір нәрсе қолымнан келмей тұр. Неге болсын? Жалпы мақсатым болған ондай, бірақ ешкім тыңдамайды. Сен өз мақсатың Инстаграм арқылы жарнамалауды ойлайсың ба? Не істесек болады? Бізде бір идея бар. Қандай? Ондай логотип істеуге болады. Может, табиғат марвалдары? Или Қазақстан жастары 2025? Болмайды. Экохал істеп қойсақ қабыл. Ну, табиғат аяушылары деп мысалы үшін. Деген сияқты экохал. Жақсы. Инстаграм істейік. Ертең нәтижелерін көруге болады. Мен кішкене демала тұрайын. Жата тұрасың. Өзбегінен бар. Рахмет саған. Біздің кеше салған Инстаграмдағы фото мыңдаған лайк жинап, тіпті жаңалықтардан да көрсетіп отыр. Шын ба? Иә, жаңалықтардан кеше бүгін қайталап отыр. Helder студенттер
бастамасынан экологиялық қозғалысқа дейін. Қазақстан жастары тағы да таңғалдыруда. 2 студент Еділ мен Рүстем бастаған экохелперс атты экологиялық бастама бүгінде нағыз экотрендке айналып отыр. Университет қабырғасынан басталған жоба бүгінде бүкіл елді қамтыған бұқаралық қозғалысқа ұласты. Жүздеген ерікті жастар күн сайын қала мен ауыл көшелерін қоқыстан тазартып, ағаш отырғызып, қайта өңделген материалдардан өнер туындыларын жасап жүр. Нәтижесінде бірқатар өңірлерде ластану деңгейі 15%-ға дейін төмендесе, еріктілер саны 10.000-нан асып отыр. Оқиғаның әрі қарай қалай өрбитіні қызықты болары анық. Жаңалықтарды бірге қадағалайық. Экотеатр арнасы үшін хабарлаған Даяна Болатова. Жалпы осы тренд бүкіл қазақ еліне, қазақ жеріне, бүкіл әлемге таралған болады. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Қош келдің, бәке. Еділ, мәкен деген саған. Біздің тренд осындай. Әлемде әйгілі болатын. Иә, мен де білмеппін. Қош келдіңіздер. Саламатсыз ба? Ана кабинетке отырыңыз. Рахмет. Ебін.